Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз асқабақтан пирог жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі дәрумендерге бай асқабақтан осындай керемет болып шығатын пирогты біз үй жағдайында жасайтын боламыз. Ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен пирогымыздың қамырын жасап алайық. Ол үшін бізге керегі 280 грамм ұн. Ұнды міндетті түрде илектен өткіземіз. Ұнымызды илектен өткізіп болған соң, 1 шай қасық қопсытқышымызды қосамыз да, ұнымыздың үстіне 150 грамм сары майымызды қосып араластырамыз. Бұл жерде майымыз бен ұнымызды жақсылап тұрып араластырып үгітуіміз қажет. Майымыз бен ұнымызды осылай болғанша араластырамыз. Бұл жерде майымыз бен ұнымыз үгітілді. Ендігі кезекте 50 грамм шекерімізді қосамыз. Және де осы шекер қосып болған соң, 1 жұмыртқамызды қосып, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Достар, бұл жерде ешқандай артық ұн немесе май қоспаймыз. Достар, осы асқабақты пирогтың рецептін, толық құрамын мен видеоның астына қалдырып кететін боламын. Сол жерден көріңіздер. Осы қамырымызды араластыра береміз. Араластырып жатқан кезде осындай бір келкі қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Мінекей достар, біздің пирогымыздың қамыры дайын болды. Осылай қолға жабыспайтын жұмсақ болып шығуы қажет. Ендігі кезекте пирог пісіретін ыдысымызға пергамент қағазын төсеп, оның үстіне қамырымызды әкеп, осы қолдың көмегімен жайып шығамыз. Мына видеода көрсетілгендей қылып қайталаңыздар. Ендігі кезекте қамырымызды пирогымыздың, яғни ыдысымыздың шетіне жайып шығамыз, яғни бортики істейтін боламыз. Мінекей достар, қамырымызды ыдысымызға жайып болдық. Ендігі кезекте осы пирогымыздың салмасын дайындайық. Ол үшін блендерімізға 2 жұмыртқамызды жарып тұрып саламыз. Келесі кезекте 150 грамм шекерімізді саламыз да. Сосын қаймақтың кезегі. Менде осындай дүкеннің қаймағы 10%. Осы қаймақта, яғни 400 грамм болады. Осы 400 грамм қаймақтың бәрін блендерімізге саламыз. Достар, сіздер үйлеріңізде қандай қаймақ бар? Қолдың немесе дүкеннің қаймағы болса, соны қоса беріңіздер. Енді блендеріміздің қалпағын жауып, блендерлаймыз. Бізде бір келкі масса шығуы қажет. Және де достар, үйлеріңізде блендер жоқ болса, онда қолмен, венчикпен араластырыңыздар. Енді бізге асқабақ қажет. Менде бұл жерде 650 грамм піскен асқабақ. Мен асқабақты пеште пісіріп алдым. Піскен асқабақтарымызды тазалаймыз, яғни қабығын алып тастап, осы асқабақтарымызды блендерімізге саламыз. Тазаланған асқабақтарымызды блендерға салып, блендерлаймыз. Және де достар, сіздерге қайтадан айтамын, үйлеріңізде блендер жоқ болса, онда осы массаның бәрін қолмен, яғни венчикпен араластырыңыздар. Мінекей, бізде осындай сұйық масса шықты. Осы массамызды ыдысымызға құямыз. Пирогымыздың ыдысымызға құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 45-50 минут арасында пісіріп аламыз. Және де достар, естеріңізде болсын, әр үйдің пеші әр түрлі. Сол үшін өздеріңіздің пештеріңізге қараңыздар. Осы пирогтың піскенін, осылай пирогтарыңыз қимылдаса, пісті деген сөз. Осы пирогты жарты сағатқа суытып, сосын 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоюымыз керек. Достар, пирогтарыңызды міндетті түрде суытып, сосын барып тоңазытқышқа қойыңыздар. Солай жасайтын болсаңыздар, пирогтарыңыз 2 есе дәмді болып шығады. Мінекей, сіздерге пирогты кесіп көрсетейін. Бұл жерде менің пирогым тоңазытқышта 1 сағат, 1,5 сағаттай тұрды. Өте дәмді болып шықты. Және де осы жерде
пирогымыздың массасы өзін осылай ұстап тұр. Керемет болып шыққан. Енді сіздерге сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Және де бұл пирогқа біз асқабақ қостық. Асқабақ өте дәрумендерге бай көкөністің бірі. Осылай жасап көріңіздер. Достарыңызға, қонақтарыңызға жасап беріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.